Атақты ұшқыш майдангер Хиуаз Доспанованың жалғыз перзенті Ерболат Әміровтің естелігінен. Әкем Шәку сырқаттанып жүр, қолымда тұрады. Сыртқа шыға бермейді. Оның үстіне жасы да 90-ға келді. Ол кісі 1921 жылы Қостанай облысы Ұзынкөл ауданының Күнтемес аталатын жерінде өмірге келген. 1943 жылы Кеңес армиясының қатарына шақырылады. Армиядан 1945 жылдың қазан айында оралады. 1945 жылдың желтоқсанында Қостанай облыстық партия комитеті оны насихатшы қызметкерлердің республикалық курсына оқуға жібереді. Сонда оқып жүргенде әлгі курс қысқарады да 2 жылдық партия мектебі ұйымдастырылады. Курстан іріктеліп алынғандар партия мектебіне тартылады. Осы партия мектебінде әкем де, анам да оқиды. Осында жүріп, анаммен танысады. Сөйтіп, 1948 жылы екеуі қосылып шаңырақ көтереді. Өзім 1950 жылы дүниеге келдім. Мектепті тамамдаған соң Ресейге жол тарттым. Новосибирск қаласындағы университеттің математика факультетін бітірдім. Қазір Қаныш Сәтпаев атындағы техникалық университеттің математика кафедрасында оқытушымын. Зайыбымның аты Ирина. Шешесі орыс болғанымен әкесі қазақ. Мәскеудің мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Ағылшын, қытай тілдеріне жет. Қазақмыстың Алматыдағы филиалында аудармашы болып жұмыс жасайды. 2 баламыз бар. Үлкеніміз Баян тұрмысқа шыққан. Америкада оқиды. Сол жақта тұрады. Ұлым Қанат та Америкада білім алып жүр. Анам Хиуаз соғыста алған жарақаттың зардабын бейбіт өмірде көп тартты. Мен 5-6 сыныпта оқып жүргенде зейнеткерлікке шықты. Анамның естелігінен таныс шығарсыздар. Жерге қонар кезде 2 ұшақ соқтығысқан ғой. 4 адамның 3-і бірден сол жерде көз жұмған. 4-шісі менің шешем. Өлді деп ойлаған екен. Денесін ұстағанда қан тамырының соғып тұрғанын байқаған. Содан госпитальге алып келген. Осы апатта басына қатты соққы тиген, аяғының сүйектері сынған. Осылардың бәрі кейін әсерін беріп келді. Бала кезімде әкем Мәскеудегі Қоғамдық ғылымдар академиясында оқыды. Сол уақытта көп кітапқа жазылды. Олардың ішінде балаларға арналған кітаптар да жеткілікті еді. Соларды оқудан жалықпадым. Көшеге шыға бермейтінмін. Үйде отыратын бала болдым. Анам туған жеріне баруды аңсайтын, бірақ бара алмайтын. Үйден шығуының өзі мұң болып қалды. Туған жері Атыраудағы Ганюшкин селосы. Ол жақта Қобланды, Тарғын деген 2 інісі бар. Қобландының Мейрамгүл деген қызы қазір Есік қаласында тұрып жатыр. Анам бұрын қызмет істеп жүргенде үйіміз адамнан құрғамайтын. Кейін олардың қатары азая бастады. Сырқаттың салдарынан шешемнің өзі де адам келгенді жақтыра қоймады. Тек дәрігерге қаралып жүрді. Жан жақтан хаттар толастамайтын, оларға да жауап бере қоймайтын. 2005 жылдың жеңіс күні қарсаңында әкімдіктен шақырту алдым. Жеңіс күніне байланысты салтанат Алматы қаласының әкімдігінде өтті. Кеңес одағының 2 дүркін батыры Талғат Бигелдинов бастаған кілең "Мен атайын, сен тұр" дейтін соғыс ардагерлері болды. Бір қатар ардагерлерге үйдің кілтін тапсырды, біразына көлік мінгізді. Шешеме де машина тарту етті. Шешем машинаны алғысы келмеді. 80-нен асқанда машинаны не істеймін, одан да ақшасын беріңдер деп бас тартқан болуы керек. Жиын біткеннен кейін әкімдік қызметкерлері келіп, көлік кілтін маған берді.